Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен қазір түскі асқа капустаны кішкене қуырып жіберетін боламын. В общем, тағы да қазір турайтын боламын. Жаймен жаңағыдай капустаны салатын боламын. Қазір енді капуста үлкен болып тұр ғой, мына сковородкаға сыймайды, жан-жағына жаңағыдай шашылатын болады, сондықтан жаймен салатын боламын. Көк пияз, кәдімгі пиязды бірінші соларды салатын боламын. Папамыз әлі де демалып жатыр. Қазір түскі асқа келетін болады. Одан кейін алматыда уже сабақтан шығатын уақыты болып қалды. Сондықтан түскі ас дайындау керек бәрібір де. Мен әлі жаурап жүрмін. Дала деген салқын. Үйдің ішінде салқын сияқты ма, білмей жүр. Не үшін жаурап жүрген? Бағана ана жердегі фотошканы ашып қойған болатынбыз. Душтағы кухняға қанша дегенде әсер етеді ол терезе ашу. Өйткені душында есігі кішкене ашылып тұрады. Салқын бәрі кіреді. Осы жерде демейміз. Үйде тағы да қосымша тамақтар бар. Соларды жеп қою керек. Енді кішкене капустада орып жіберейін деп жатырмын. Негізі капустаны өте қатты жақсы көремін. Капуста өте дәмді, әсіресе осында қуырған кезде сонда керемет. Картошкамен қуырған жақсы көремін. Енді картошкаға уақыт жоқ, өйткені картошка кішкене ұзақтау піседі, сондықтан жай ғана капустаның өзін жаңағыдай тушить етемін ғой, в общем. Өте жақсы капуста. Капустаны көрген овощной магазинге барған кезде сразу капустаға көзіміз түсті да. Капуста аламыз дедік, соны кеше борщ жасадық. Енді осындай капуста қалған капустадан осындай жаңағыдай қуырмаш жасап жатырмын. Негізі байқасаңыздар, мен өте кішкентай қылып жасаған болатын. Бір адамға үйдегілер жеп жатса, жейді деп, жемесе өзім жеймін деп. Бірақ енді үйдегілерге де қатты ұнады. Үйдегілер де менімен қосылып жеді. Бірақ енді кішкене болса да тоймай қалдық. Капустаның барлығын қоса беру керек еді деп ойлап қалдым. Кешкі асқа бізге мынандай фольгадан тамақ істейтін боламыз. Тауық етімен, мінекей, маги, чеснокпен. В общем, бұл жерде бізде тауық еті, одан кейін кішкене картошка, зелень, пияз, жаңағыдай сәбіз. Осылардың барлығын турайын, сөйтіп араластырамын дағы. Жаңағыдай пакетикке салатын боламын. Бүгінгі кешкі асымыз осы. Қазір барлығын турап болғаннан кейін сіздерге көрсетемін. Мына жерде енді пияз аз қалды, одан кейін укроп көп, пияз кішкене өніп кеткен енді. Олардың барлығын тез-тез қолдану керек. Укроп енді өз жаңағыдай бабында тұр. Суға салып қойып едім, мінекей тіріліп әдемі керемет болып тұр, мінекей. Петрушка алған жоқпын. Петрушка как-то ондай қатты жақсы көре бермеймін. Вот укропты енді жақсы көремін. Барлығын жуып қойдым. Қазір дайындайтын боламын. Мінекей тұздадым. Көк пиязды майдалап тураған жоқпын. Осындай үлкен-үлкен қылып турадым. Одан сәбізді де қалың-қалың қылып турадым. Бізде сәбізді ешкім жемейді. Оның дәмі өте керемет. Сәбіз тамаққа сіңген кезде сол үшін тамаққа қосамын. Бұл жерде енді бізде укроп, пияз, картошка, сәбіз и тұз. Басқа ештеңке қосқан жоқпын. Ешқандай приправа да қосқан жоқпын. Мынаның ішінде барлық приправалар бар. Оның қосудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Одан қазір тауықтың да етін осы жерге салып, барлығын бірге араластырсам ба деп отырмын. Тұз тағы да салу керек. Мына тұз маған жаңағыдай аз болып көрініп тұр. Ескі противенге салдым осындай, мінекей. Бұның бетін енді тесіп қойдым. Мына пакетті тестім бір-екі жерінен. Негізі теспеу керек еді. Жаңағыдай былай аударатын, сөйтіп мына бетін пісіріп алатын едім. Енді бұл жолы бір жақ бетін ғана пісіретін боламыз. Ештеңке етпейді. Қалай қойсам да бәрібір де піседі. Минутқа қойдым, 180 градусқа. Пісе берсін. Мына жерде мен көрініп тұрмын. В общем, қазір кухняны жақсылап жинастырып алатын боламын. Енді оны сіздерсіз, өйткені уақыт аз. Одан кейін сіздермен бірге үйді пылесостап алатын боламыз. Негізі үйді пылесостау барлығына кіреді. Бұл жерде шаңды да пылесоспен жақсылап сорып аласың. Қандай болмасын, стол болсын, басқа болсын. В общем, кілемнің үстін, полдың үстін барлығын осы пылесоспен жақсылап сыпырып аламын. Сыпыру ретінде жүреді ғой енді пылесос. Көрермендер менен мотивация көп күтеді. Мотивация влог түсіріңізші дейді. Ендігіде сіздермен бірге мотивация болады. Ол бізде ас бөлмені жақсылап жинау. Ас бөлмеменде қатты енді ластанып кетті. Қанша дегенменде май жиналады. Ол жерге вытяжканы жуатын боламыз, шкафтың үстін жуатын боламыз. Енді кезек-кезегімен бірінші жоғары жағын жуып аламын, одан кейін сіздермен бірге жаңағыдай төмен жаққа түсетін боламын. Или болмаса барлығын бірден жуып алатын боламын, уақытым болса. Егерде бізде енді қайтадан күн суып кетті, үйдегілер енді дем алып жатыр, үйден шыға алмайсың, түскі ас бар, кешкі ас бар деген. Дайын болды кешкі ас.
өте дәмді, өте керемет болған. Біздің қарнымыз ашып жатыр. Папамызды күттік. Негізі ертерек кешкі ас ішу керек еді. Уже аузымыздың суы құрып отыр, жегіміз келіп, иістеген енді прям үйді барлық жерді алып кетті. Осыны керемет енді. Қазір тарелкаға салатын боламын. Кешкі ас ішіп жатыр, астарыңыз дәмді болсын. Мына жерде шай төсем, уже барлығын дайындап қойдық. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл бізде уже келесі күн. Мен нан ашытып қойдым. Бізге Фазендадан осындай посылка келді. Ол бізде 2,5 литр сүт, одан кейін құрт, одан кейін үйдің жұмыртқасы. Үйдің жұмыртқасы өте керемет. Негізі магазин жұмыртқасы үйдің жұмыртқасына мүлдем ұқсамайды. Үйдің жұмыртқасы негізі неше түрлі болады. Біреу үлкен, біреу кішкентай. И жаңағыдай сырты кәдімгідей жылтыр андай не болады да, бүдір емес болады. Ал магазиннің жұмыртқасын көбінесе бүдір и біртүрлі болады. В общем, үй жұмыртқасының жаңағыдай қатты болады. Жарған кезде ондай қатты жаралмайсың. Ал магазиндікі жұқалау болады, тез жарылады. Бұл жерінде өте көп. Негізі біз кеше магазинге барғанда көптеу қып жұмыртқа алдық. Мынаумен қосқанда вообще енді 2 лоток шығатын сияқты маған. Одан кейін құртты енді біз өзіміз жемейміз. Алматыдан сұрайтын болам. Жейтін болса бір 5 тал 10 тал алып қалатын шығар. Қалғанның барлығын 2-ге бөліп жаңағыдай клиенттерге сататын боламыз. Негізі мен бір көрерменім жазған екен, нені құртты қай жақта сатып жатырсыздар деп. Бізде енді Тараз қаласы Сарыкемер ауылында, пока басқа қалаға шыққан жоқ, біз тек қана Сарыкемер ауылында сатып жатырық. Даже папамыздың жұмысындағы адамдар көбінесе талап алып кетеді. Енді бағасын білмеймін, қанша екенін сұрамаппын, шынымды айтсам. Бір ретте сұрадым, есімнен шығып кеттім да, ондай қатты мән берген жоқпын, шынымды айтсам. Бағасын сұраймын, содан кейін осы видеоның астына жазып қоятын боламын. Пока Сарыкемердің ішінде сатып жатырық. Одан кейін сүт енді 2 адамға бөліп алатын шығармыз. Бұл жерде енді 2,5 литр ғой. 1 литрдей өзіме алып қалам. Үйде кішкене тағы да сүт бар. Қалғанын жаңағыдай тағы бір кісі бар, соған беретін боламыз. В общем, бізде осындай посылка. Қазір түскі асқа блины жасайтын боламыз. Менде мына жерде 1 стакан ұн, барлығын дайындап қойдым. Одан кейін қант, одан кейін 1 стакан сүт. 1 стаканнан сәл көбірек, өйткені соңғы үйдегі сүт бар еді, соны осыған құйдым. Одан кейін 4 жұмыртқа. Мына жерде жаңағыдай сүт қайнап болды. Үйдің сүті негізі бұл. Бұған тиіспеймін, бұны ішетін болады. Мына қасықпен жаңа ұн алған болады. Бұл мына жерде тұра берсін. Ең керектісі бізге венчиктер, мына венчикпенен. Одан кейін тұз қосам кішкене, одан кейін сұйық май қосамын. Қантты өздеріңіз қалауларыңызша. Блины тәтті болсын десеңіздер, онда 4-5 қасық қосасыздар. Тәтті керек емес десеңіздер 1-3 қасық қосуға болады. Қазір мен мына жерге 2 сковородка қосатын боламын, блины пісірген кезде, сондықтан үйге апарып тастаймын. Үйде салқын тез суитын болады. Бізде енді көбінесе сүтті Алматы қана ішеді екен. Байқасам, менде ондай қатты көп іше бермеймін. Бұрындары Фазендада тұрғанда өте көп ішкен болатын. Енді как-то білмеймін, енді сүтке ондай қатты назарым аумайтын болыпты. Папамыз енді мүлдем ішпейді. Ол ішетін болса, ішім өтеді, ішіме жақпайды деп жаңағыдай ішпейді. Айран ішеді. Енді өзім ойлап жүрмін, Фазендадан осындай көп сүт әкелген кезде айран істесем ба деп, бірақ енді айранды қалай істейтінін білмеймін. Айран жасаған жандар болса, астына жаза кетіңіздер, сіздердің рецептеріңізбен айран жасайын. Бізге мысалы көп сүт келеді, енді оның барлығын біз іше алмаймыз. Көбінесе бөлісіп жатамыз, көршілерге таратып береміз. Или болмаса жаңағыдай папамыздың достары бар, қазір соларға беріп жүрік. Ойымда негізі сол бар, айран жасап көру. Магазиннен негізі айран алып көрген болатынбыз. Енді магазин айраны мүлдем ұнамады. Соңғы рет алған кезде әйтеуір 1 бокалдай ма іштік па болды. Одан кейін ол айранды ішкен жоқпыз. Жаңағыдай кішкене қалған болатын. Мен нанға қостым. Басқа да тамақтарға қосып, сөйтіп әйтеуір зорға дегенде тауысқаным бар. Енді қолдың айранын жақсы көреміз, жақсы ішеміз. Қолдың айранына бәрібір де жетпейді. Негізі өзімнің блинім өзіме жақсы ұнады. Осы жылғы бір отырғанда барлығын жеп қойдық. Үйде нан пісірмеген болатынмын. Негізі нан ашытып қойып едім ғой. Нан көтеріліп тұрды, біз шай ішеміз дегенше барлығымыз блиниге ауысып кеттік. Үйде кішкене кішігірім нан болған болатын, соны жеп қою керек еді. Өйткені бізде нандар кей кезде қалып кетеді. Осы жерде енді 2 сковородка қостым. Екеуіне кезек-кезек пісіріп алдым. Енді біреуі бізде арнайы блиниге пісірілген сковородка, оған ешқандай жұмыртқа да ештеңке
деп пісірмеймін, тек қана блинни ғана пісіремін. Егер де жұмыртқаны мына пісіретін болсам, оның да асты жабысып қалады. Ал екінші ол бізде енді жұмыртқа күнделікті пісіріп жүрген сковородка. Бұған да пісіріп көрдім, түбіне жабыспады. Соменен екеуіне бірдей қылып пісіріп жатырмын. Негізі бұрындары мен бір сковородкаға ғана блинни пісіретін, ол менде ұзақ уақыт алатын. Енді осы екеуіне үйреніп алдым да, екеуін бірден қосам, егер де үшеу болғанда үшеуіне қосатын бедім деп ойлап қоямын. Енді арнайы сондай несі бар, жаңда блинни пісіретін, по-моему, плита бар, сонымен пісірсең де болады. Ол өте керемет, ода 4-еу ма сондай 5-еу болады, бірден 4-5-еуден пісіріп алады екенсің. Соған қатты қызығып жүрмін, может сондай алам ба, көретін боламыз. Мінекей пісірдім барлығын, өте дәмді болған, бір-екеуінен жедім, қасында шыдай алмай. Мына жерде енді қанша екенін білмеймін, санамадым. Қазір енді ыстық болып тұр, Алматты күтетін боламыз. Алматы әлі келген жоқ, әлі ерте Алматтың келуіне, ол үшін салқындап тұра беретін болады. Мінекей одан кейін мына қасықпен істедім. Негізі мына қасық бізде оригинал, қазіргілер онша емес, сапасы нашар. Ал мына бұрыннан келе жатқан қасық өте керемет, маған қатты ұнайды, бірақ енді мынандай шеттері сарғайып кетеді екен, сол жері жаман. Тағы да қатты сарғаятын болса, онда ауыстыратын боламын. Мына қасық өте жақсы, кашаға да, басқаға да барлығына осы қасықты қолданамын, өте ыңғайлы. Бас жағы сәл осындай жаңда иіледі, мына жақтары ондай қатты иілмейді екен. Одан кейін менде мынандай майдың бутылкасы бар, осыны жақында алған болатын, сіздермен бөліскен болатын. Мына бутылканы жуған кезде сәл енді оңайда, бірақ енді крышкасына келгенде қиын екен. Одан крышкасының басы бөлініп қалды. В общем, екеуі екі бөлік болып қалды. Онша қатты киілмейді басы. Мінекей түрін көрсеңіздер, мінекей сыртын барлығы май. Кетіру сәл қиындау. Енді до конца қолданам, одан кейін бұны қолданбайтын болам, орнына басқа бутылка алатын болам. Қанша бутылка қолдансам да барлығына май сіңіп қалады. Одан кейін кетпейді екен, сол жағы қиындау. Пластик болса вообще қиын, қатты сіңіріп алады екен пластик жағы. Кетіру өте қатты қиын болып кетеді екен. Мінекей қанша рет жусам да осындай болып қалады. Мінекей мен магазинге бара жатырмын. Қазір химиялық заттар алатын боламын, өзіме краска көретін боламын шашыма. Корзина магазиніне шейін баратын шығармын. Көшеде бірде-бір адам жоқ қой. Тып-тыныш, дала суық. Кішкене болса да жүріп қайтайын. Негізі басқа жолмен баруға да болады, жолды қысқартып. Бірақ мен осы ұзын жолды таңдадым. Кішкене жүріп қайтатын. Түскі асымызды ішіп қойдық. Алматы үйге келді, болды уже. Бабамыз да үйде, бүгіндікке жұмысқа барған жоқ. Әлі де демалыс болып жатыр, өйткені дала суық. Бізде, по-моему, қар жауады-ау деп ойлаймын өзім. Бір қар жаумайды. В общем, қыстың кеткісі жоқ қой. Главный жолға шықтым. Бізде тағы да жақта магазин соғып ойнап отыр ғой. Тағы да бір теңгелер соғып отыр әйтеуір. Фиркан магазиніне кірем ба, кірмеймін ба деп ойланып тұр. Фиркан магазиннен бастаймын ғой деймін. Сол жақпен барлық жақты салыстырып көремін. Бәрі осы жолмен келемін ғой, сол кезде қайтатын. Может, фирканда ұнап қалған красканы алатын шығармын. Корзина мен фиркамды көрген жоқпын, бегейді көрдім. Бегейде маған ұнайтын түстер жоқ екен. Басқа магазиндерді көретін боламыз. Магазиннен келдім. В общем, бізде далада қар жауып жатыр, жаңбыр аралас. Жаңа мен шыққан кезде мүлдем жоқ еді. Қазір енді кәдімгідей қатты құйып жатыр. Үстім кішкене су болып қалды, оның үстінен терледім. Сөйттім да үстімді ауыстырып алдым, мынандай кофта киіп алдым. Химиялық средство алуға барған болатын. Бірақ енді жолай тағы да магазиндерге соғып, тағы да мынандай бокал алдым. Басы өте тиімді, ойланбастан алдым. Сіздерге айта кетейін, перчатка 1350 теңге. Мен жаңағыдай бір магазиннен көргенде 2000 теңге еді, мына жерде 1350 теңге. Мына жерде қанша штук екенін білмеймін. S размері, одан кейін ашылғаны бар екен, штуктап алсаң да болады екен. Сол штуктап алатын жерден мына қолуақты киіп көрдім. Негізі S XS да бар екен. Мінекей, қазір көрсетем. XS да бар екен. Міне менің қолым XX-қа да келіп тұр, бірақ S-каны кисем S-ка да шақ.
өте жақсы. Көк түсін алғым келген болатын, бірақ енді көгі жоқ. Одан тек қана МК размері, сонымен осындай қарасын алуға тура келді. Одан кейін палет алдым. Бірінші рет алып тұрмын. Негізі бұрындар гарнир, палет барлығы мен бояй беретін подряд. Енді палетті өзімді гарнирге көшкен болатын, тек қана гарнирмен бояп жүрген болатын. Бұл жолы енді палет алдым. Гарнирде менде ондай қатты ұнайтын түстер жоқ болғандықтан осыны алдым. Темный шоколад, қара шоколад, көреміз қандай болатын. Одан кейін фери 750 теңге. Фери жаңағыдай Беги магазинде 715 теңге, ал оптовый ценада қараңыздаршы 750 теңге оптовый ценада. Бұның бағасы 700 теңге мінекей. Бізде 350 теңгелік деген магазин бар, сол жақтың барлығын аралап шықтым. Жаңадан товарлар келіп жатыр екен. Өзім де соған сәйкес кіріп қалдым. Сонымен осы бокалды көргеннен осы бокалды алдым. Неше түрлісі бар, бірақ енді арасында ұнаған осы болды. Одан кейін сдачаға осындай спичка берді, 5 екен. 150 теңгеге мынандай мусор пакет алдым.